Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сәуір айының 21-і қазақ әдебиеті сабағы. Және бүгінгі сабақтың тақырыбы анасын сағынған бала әңгімесі, сағыныш, алданған арман. Біз 4 сабақ бойы анасын сағынған әңгіме, бала әңгімесімен танысып, оны талдап, жан-жақты қарап шыққан болатынбыз. Кейіпкерлер әлемімен таныстық. Баланың анасын неліктен сағынғанын ұқтық. Есмағамбеттің кішкентай Сержанға қандай уәде беріп, және сол уәдесіне тұрмай қалғанын түсінген болатынбыз. Бүгінгі оқу мақсаты көркем шығармадан алған әсерін сипаттап, авторға хат немесе өлең жазу. Ендеше тапсырмаларымызға кірісейік. Бірінші тапсырма. Жалпы Сержан осы әңгімеде неше түрлі күйлерді басынан кешті. Ол қандай көңіл күйлерді басынан кешті? Соны оқушылар бірге тауып көрейік. Мысалы, ол мынандай көңіл күйлерді басынан кешті. Біріншісі сағынды. Бала өзінің анасын қатты сағынды, өйткені оны көптен бері көрмеген болатын. Одан кейін жылады. Есмағамбет атасы уәдесіне тұрмай қалғаннан кейін баланың көзінен жас шыққан болатын. Тағы да уәдеге сенді. Есмағамбет атасы Алматыға алып кетемін деп уәде берген соң, сол уәдеге шын ниетімен сенген болатын. Тағы да армандады. Яғни Алматыға барып, анамды көріп, иіскеп, құшақтаймын деп арман қиялына батты. Одан кейін ән айтты. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана деп сондай бір ән шырқаған болатын. Еркеледі. Есмағамбет атасы балмұздағы алып бергеннен кейін бала шын еркелігін көрсетті, ойнады. Есмағамбет атасын басқа аталарынан гөрі жақсы көріп, сонымен ойнаған болатын. Осындай көңіл күйлерді басынан кешті. Енді тапсырма осындай. Сіздерге үзінді беріледі. Сол үзіндіде кейіпкердің қандай көңіл күй берілген, соны табамыз. Және сенің ойыңша қалай? Мысалы, баланың қуаныштан есі шығып, екі беті ерте піскен алмадай алабұртып тұрды. Яғни, бұл үзіндіде қандай кейіпкердің көңіл күйі көрініс табады? Мысалы, бұл жерде қуанғаны, қуанышы. Содан кейін келесі бағынға менің ойымша, Сержан бұл кезде Есмағамбет атасының Алматыға өзімен бірге алып кететінін естігенде қатты қуанды деп ойлаймын. Яғни үзіндіде нені ұқтың, нені түсіндің, не ойлап тұрсың, соны қағаз бетіне түсіреміз. Осы секілді 4 үзінді беріледі. 4 үзіндіден бірінші кейіпкердің көңіл күйін табамыз, содан кейін менің ойымша деп жазамыз. Дәл осы бірінші мысалдағыдай. Екінші тапсырма, шығармадан алған әсеріңді сипаттап авторға хат жазыңыз. Яғни, сен шығармадан қандай әсер алдың? Бұл әңгімені оқығанда ішіңде қандай сезімдер ойнады? Осы туралы авторға тынымбай аға деп басталатын хат жазамыз. Жалпы дескриптор кейіпкердің көңіл күйіне сипаттама беру 5 ұпай, авторға хат жазу 5 ұпай болып табылады. Тапсырмалар оңай, небәрі 2 тапсырма. Ендеше іске сәт оқушылар.